Қарағанды облысы Ақтоғай ауданының орталығында Аққыз атындағы бөбекжайдың ашылғанына 10 жылдың бедері болды. Балғын бүлдіршіндердің періште түсінігі көп нәрсені ұқпаса да, Аққыз әжейдің ел анасы болғандығын перзенттік түйсігімен қабылдағаны анық. Балақайлардың ағаже шығармашылығының шуағына бөленгендіктері бал-бұл жайнаған көзінде тұр. Туған жерін неткен ғажап киеледің, өзінсін сүйенем, тәнем. Аққыздай кіші әжен алып келген, келеді топырағынан сүйе бергім. Тоқырауын төңірегін қоныстанған Аққыздың әкесі Ахмет ауқатты болған. 1000-нан астам түйе, 13 мың жылқы, 10 мыңнан астам қой өргізген Ахметке осыншалық байлық атадан балаға мұра болыпты. Ахметбай балаларының арасында сүт кенжесі, қылықты қызы Мүгүлсімді ерекше еркелеткен. Мынау өзбектен ба, мынау сол келіп бір көпестері келіп, сәукелесін бір үйір жылқыға алған дейді Аққыз. Соны келіп, соны жеңгелер айтады. Ертең әке келген кезде маған айтыңыз деп, жаңағы Ахметбай қайтып келе жатса бір жерден, жаңағы жеңгелердің жанына ертіп, сол жаңағы сәукелені киіп алып, Аққыз алдына шығады әкесінің сәлем беріп. Соны әкесі үлкен салтанатты көріп, осындай үлкен жаңағы қызының бойына керемет жарасып тұрған сәукелені көріп, жаңағы маңдайынан сүйіп, мынау сәукелең тамаша екен деп. Сосын тамашасы тамаша әке, бірақ бұл бір үйір жылқының құны ғой деп жаңағы айтады, бірақ саған жарасып тұр, қиналмауған дейді. Кейде әкесінің шамадан тыс жалшыларға, жарлы жақыбайларға тезінің батқанын байқайтын Аққыз бала күнінде ауылдастарына үнсіз ғана жәрдем жасайды екен. Мүгүлсімнің Аққыз атануына да сол жағдай сеп болған. Мені өз атым Мүгүлсім ғой, мені Аққыз деп атау себебі әкеміз былай айнала бер ауылдағы жоқ-жоқындыларға тоқты, лақтарды андай-мындай берудің күшімен ауылда Аққыз атандым дейтін апам. Неге солай дегенде, сондай жоқ-жоқындыларға көмектесіп, елге қамқорлығы сондай кісі болатын, өксі еркек бағалы кісі енді. Ахметтің өзге бай манаптардан айырмашылығы өнер адамдарына ерекше құрметпен қараған. Арқа жеріне ат тұяғы тиген танымал сал-серлер сол себепті Ахметтің ауылын айналып өтпейді. Өнер иелері айлап, күйді, әнді, айтысты төгілдіріп, ауылды думанға бөлейді. Аққыз осы ортада Сембек, Мақаш, Әбди, Әшімтай секілді танымал күйшілерден тәлім алып, Тәттімбет, Итаяқ туындыларын нақышына келтіре тартты. Мүгүлсім қызым, бұл менің қоңыр қазымның соңы осылай аяқталады. Бағанадан тартылып жатқан күйлердің барлығын нақышына келтіріп орындадым. Батамды берейін. Халқыңның қалаулы күйшісі бол. Айтқаныңыз келсін. Балам, жаңағы бір күйді қайталап берші. Өте бір тамаша күй екен. Сөйтіп, Мүгүлсім Ахмет қызының күйшілік шеберлігі шыңдалып, ауыл аймақтың той томалағына, көпшілік шарасында күйші қыздың аты асқақтай бастайды. Көрікті, әрі ақылды қызға жігіт желеңнен бөлек елдің де күйші өнеріне аңсар ауды. Домбыраның қос шегіне Аққыздың салалы саусақтары тигенде күйге тіл бітіп, домбыраның қоңыр даусына елтімейтін жан қалмайды. Қыз жат жұрттық деп бекер айтылмаған ғой. Арадағы келісім бойынша Ахметбай мен Серікбей құдандалы болып, Аққызды тұрмысқа ұзатудың қамы жасалады. Не бұйымтайыңыз бар? Айт отырыңыз. Ахметбай, өзің де естіп жатқан шығарсың. Қалауымыз бар. Егер ол орындалатын болса, 90 үйдің дауыстасын жинап береміз. Ұлымызда ерте келдік. Ендігі шешім өзіңде. Өмірбек, шешең айт. Мүгүлсімді ұзатуға дайындасын.
Жақсы әке. Небір алма мойын, қиғаш қаз көрікті қыздардың арасында бойжеткен Мүгүлсүмнің шоқтығы биік тұрды. Тектілігі әрбір қимыл әрекетінде, сөзінде байқалды. Сол себепті өресі де өнері биік күйші қызға барша жұрт құрметпен қарады. Бақытты бол балам. Ахметбай, баламызды күйді жақсы тартады дейді. Оғын Бір күй тыңдасақ қайтеді. Әлбетте, балам, Секенің тілегін орындайық, бір күй тартып бер айналайын. Ой, бәрекелді, тамаша. Рахмет балам. Қаншайым деген жеңгесіне шығарды. Қаншайым деген жеңгесі өзі құралыптас екен. Сосын бір о кісі тұрмысқа шығарында үкісін сұрапты. Сосын қимаған болу керек жаңағы жеңгесі үкісін. Сонда сол кісіге бермесең бермей-ақ қой, үкіңді қалдырдың көңілімді 1000 теңгелік деп сөйтіп ән шығарып, сол халық әні болып кетті. Әлі күнге дейін Қаншайым жеңгесінің аты. Сол әнді естісем, апам есіме түседі. Оны халық әні деп айтады. Бірақ мен апамның өзінің аузынан осылай естідім. Аққыз тұрмысқа шыққан тұста билікке большевиктер келіп, Байманаптың мал-мүлкін жаппай кәмпескелеу науқаны басталып кетті. Күйшінің әкесі Ахметте бұл нәубеттен аман қалмады. Қос ағасы да қамалды. Ахметбайдың үйі осы ма? Я, осы. Ахмет, Шығайбек, Өмірбек, жиналыңдар. Міне өкім. Не болып қалды? Қайда дейді? Сендер Айдауылмен Қостанайға барасыңдар. Ойбай, не дейді? Жинал. Не дейді барасың? Ойбай, не болды? Амансыз ба жеңеше? Бай ауылынан хабар келді. Байекеңді ағаларында Айдауылда алып кетеді дейді. Қостанайға жер аударады дейді. Не дейді? Тұтастай бір ауылда асырап отырған Ахметтің шаңырағы шайқалып, аз уақыттың ішінде тоз-тозы шықты. Төркін жұртына алаңдап, іш құса болған тұрмыстағы аққыз қайран бауырлары әнін шығарды. Оны күйші әжей танымал өнертанушы Ақселеу Сейдімбекпен сұхбаттасып отырып, басындағы ауыртпалықты жеткізген. Ағаже, сіздің шығарған әндеріңіз де бар дейді ғой. Ел арасында сөз бар. Ол мынау сіздің күйшілігіңіз емес, сіздің ән шығаратындарыңыз, өлең шығаратындығыңыз туралы да бір сөздер бар. Арада сан жылдар өтсе де, көңілде қалған сыз, жүректе қалған жазылмас шара күйікке айналып, күйге қосылды. Әкемді кәмпескелеп үйшіменен Қостанайға жер аударып жібергенде, сонда сағынышымда бір ән мен жырға қосқаным бар еді. Ағаларым деп, соны айтып берейін. Өмірбек, Шығайбек, ағаларым барды ма, апалынып жазған қатым. Қарағым қадірлесем, ай жеңгем, ойызып осы күнгі мен сенбесем. жылы Алматыдан Ақселеу Сейдімбеков телефон арқылы хабарласты. Мен мәдениет бөлімінде істеймін. Ақтоғай ауданындағы Аққыз әже жөнінде бірен-саран адамдар біледі. Мен де аз білемін. Аға жені үкілі домбыра деген арнайы өткізетін Шертпек үйдің шеберлері қатысатын хабарға жеткізсеңіздер. Жанына Шопыр деген күйші бар екен, сол кісіні қосып берсеңіздер деді. Аудандық партия комитеті арнайы кісі бөліп
транспорт бөліп ағажені Балқашқа дейін алып барып, Балқаштан әрі қарай самолетпенен Алматыға жеткіздік. Ол кезде ағажесі тура 80 жаста болатын. Отбасына түскен ауыртпалыққа шыдамай, анасы қайтыс болғанда ақ қыз әжей жетім қыз күйін іштегі шерімен бірге шығарды. Әжейдің өміріндегі осы сынақ шығармашылығына да арқау болды. Ал енді 32 жыл тұрмысқа шыққанда, өзі алғаш рет енді сол күй шығарған кез сол дейді сонда. Келін көп түстім, мына жаңа ауылға дейді. Сөйтсем артындағы шешем қайтыс болып, соны естідім, түсе салып, сол келін болып түспей жатып дейді. Сонан шыдауға тура келді. Сол кезде жан серігім домбыра болды да, сол өзімше жетім қыз деген күй шығардым дейді. Осы жетім қызды үйреніп ал, қарағым, ешкім тартып жүрген жоқ осы деп. Сосын жарайды деп әгіні үйреніп алдым ғой. Сонда бүйдеп айтты, не қарағым бұл әлгі анамды, аттанамды мынау Қостанайға жер аударып жібергенде, сонда хабар келді. Анаң қайтыс болды деп деді. Сосын соны ана Нәстей деген бір апасы да тұрмыста екен сол жерде. Өзі де кішкене тұрмыста жас босады. Соның кейін сол Нәстейға барып домбырасын алып, тізерлеп отыра қалып, жаңағы назын атады ғой, жаңағы күйді тартады. Үндемейді, жас ағып отырады, тартады. Соны тартқанда Нәстей ойбай-ай, мына күйіңнің сарыны жаман екен, анамыздан айырылып қалған жоқпыз ба дейді. Сосын тастай салып, неге қоя салады да домбырасын, екеуі азынап көрісіп жыладық дейді. Өкінішке қарай құдалық 1000 жылға жалғасқан жоқ. Ақ қыздың алғаш ұзатылған жерінде күйеуі Көпбай көп ұзамай қайтыс болып, қос балапанымен күйші келіншек жесір қалды. Тағдырдың соққысы онымен шектелмеді. Екінші рет тұрмысқа шыққан ақ қыз, онда да отағасы игенмен бірге ұзақ өмір сүруді жазбады. Сөйтіп, қос отаудан көрген 4 жетімегін жетілдіру оңай болмады. Көңілін күйік шиырлаған күйші жейді төркін жұрты көшіріп алды. Бір 1930 жылдан бастап қазақтың басына түскен нәубет, қуғын сүргін арқа өңірінде ұзақ жылдар күшінде тұрды дейді. Сал-серлер атылды, мұңлы қасіретті әндер сотталды. Сол себепті ақ қыз ұзақ жылдар домбыраға қол тигізбеген. Арада көп жыл өткесін шері ішіне шиырланған ақ қыз әже қолына қап алып, үйдегілерге тезек теріп келейін деп жасырып домбырасын салып, 2-3 қырат әрі шығып күйді төгілдірді дейді. Өмірі қолына тезек ұстамақ түгіл, саусағына қабіліп көрмеген ақ қыздың осы әрекетіне жерлестері таң қалыпты. Ол кісінің 110 жылдығы өткенде ауылдастары, жерлестері бір талай естелік айтқанда Қабыл Саид деген ол кезде мәжіліс депутаты ғой деймін. Сол кісі туралы бір ойын айтты. Ол кісі тектілік мынандай жағдаймен көрсетті дейді. Ауылда тұрған уақытта бір күн мал айдап, немесе әйел болып еңкейіп тезектермей кетті. Біз содан ол кісінің тектілік екенін көрдік деді. Күйден бөлек ақ қыз әженің өзі шығарған 5 әні бар. Жалғанай, аман бол амал қаншай, қайран бауырларым, сағыныш, ханшайым деген әндерін қазірде де Тоқырауын өзенін жағалай қонған ел айтады. Ақ қыз әжеміздің әндері жаңағы сағыныштан, жалғанай, жаңағы мұңнан тұрады деп. Мынау сағыныш деген әнінде былай дейді. Ерке қызы өрмінез, мен бір байдың шынарындай өсіп ем, терең сайдың біз көргенше аман болам алғанша бай.
Ауылда тұратын Аққыз әженің 1970 жылдары облыс көлемінде танылуына себепкер болған өнер жанашыры Ақтоғай ауданының бірінші хатшысы Саят Тоқметов еді. Аудан басшысы Алматыдан телестудияның түсіру тобын шақыртып, Аққыз әжейдің шығармашылық кездесуін жер-жерде ұйымдастырды. Саламатсыз ба, қажи? Төрлетім, сөзіңізді көргеніме өте қуаныштымын. Қалыңыз қалай? Аллаға шүкір. Жоғырлатым, мұнда келіңіз. Денсаулығыңыз жақсы ма, қажи? Шүкір Аллаға, жаман емес. Мына Қараталдан мені арнайы алдырып, бүгінгі мәдениет үйінде менімен шығармашылық кеш өткізетіндеріңе мыңда бір рахмет қарағым. Тұңғышбай, ол кездесудің бағдарламасы қандай? Кездесуге күй тарта білетін домбырашы түгел шақырылып отыр. Ағажемен аудан орталығындағы мектептермен кездесуді ұйымдастыру керек. Арқа еңбеккеріне де арнайы бет шығартайық. Шығармаларын қазақ радиосында жазғызу үшін сен Алматыдағы Жеңіс Қашқыновпен хабарлас. Жақсы ма? Жақсы әке. Ол кездесуге қатты дайындалдық. Ауданның өңіріндегі бүткіл домбыра тартатын күйшілердің барлығын шақырып жинап, солардың ортасында Ағаженің көшбасшысы екендігін, аудан өнерінің бүгінгі үлкен тұлғасына айналғандығын және Ағаженің мына қасиетті домбыраны өткен ғасырдан бүгінгі ғасырға жеткізгендігін насихаттау мақсатында өткізген едік. Кеш өте әсерлі болды. Ауылда тұратын дарынды күйші туралы музыка зерттеушісі Жарқын Шәкәрім алғаш мақала жазса, әдебиет зерттеушісі Ақселеу Сейдімбек күйшінің республикалық дәрежеде танымал болуына ықпал етті. 1967 жылы, қараңыздар, 1967 жылы мінекей Орталық Қазақстан газеті, сол кездегі. Бұл енді үлкен газет, Орталық Қазақстан деген керемет қой міне газет. Осы газетке міне күйші Аққыз деген 67 жыл осы мақаланы жаздым мен. Күйші Аққыз. Қараңыздар. Ақтоғай ауданы Қаратал совхозында екен ол кісі. Күйші Аққыз апамыз, мен енді бардым, ол кісі қарсы алды. Мына бала кеп қалды. Келін бала дастархан дайында деп маған жаңағы келін баласын айтты. Ана домбырамды әкел, бір-екі күй тартып берейін бұл балаға деп есік алдында кәдімгі киізі бар екен. Сонысын малдас құрып отырды ғой ол кісі. Мен сенің өнерімді аянбайын деп домбырасын тартып жіберді жаңағы. 1985 жылы 80-нен асап, ажарынан әр білегінен күші қайтып отырған атақты күйшіге жергілікті жазушы журналист Кәміл Жүністегі үйіне іздеп барған. Жас тілші күйлеріңізді таспаға бастырып алуға келдім деп сәлем беруінің мәнісін түсіндірген. Кеш келдің, өте кеш келдің, қайда жүрдің осыған дейін деп Аққыз әже күрсініп білегін көрсетіпті. Тайып жығылып, қолын сындырып алған екен. Алайда тілшінің меселі қайтпасын деп, әже бір күйді арқаланып барып тартқанда, қарт кейуана бір шамада толықсыған ажарлы келіншекке айналды дейді. Кәмел ағамыз әсерін ерекше суреттеп. Қарап отырмын, шерткен сайын жағы кісінің жүзі өзгере бастады. Мен қажап не өтен қылды. Өз көзіммен адам сенбес дүниені көрдім. Адам сенбес дүние сондай, бір кезде басы ежеді, жазыңдар әнші деп, күйді тарта бастаған кезде жағының өңі жағы кәрі адам қойыш кәртайған 30 адам өңі өзгеріп, бетіне қан жүгіріп, жасарып келе берді. Анау күйдің орта кезіне келгенде бетіне қарасам, алдыма менің балырағын жас келіншек отыр. Сенесіңдер ме? Оны сену керек. Мынау қиялда ойламаңдар. Мен де қиялда білетін адаммын, жазушылық бар бәріне. Оны жазып отырғанда қиялдайсың сен. Жазып отырғанда ол. Анау зерттеуді көріп отырғанда, ол көрген дүние басқа дүние. Ал ойыңнан туатын қиял дүние, үстелде отырғанда, ол басқа дүние, екі басқа дүние. Мына көзімді көрген шаруа кәдімгідей. Манарбек Ержанов, Мағауия Хамзин, Күләш Байсейітова секілді танымал тұлғалар туған өлкеге келгенде Аққыз әжеге сәлем беріп, ілтипат етеді екен. Әншімін деп сахнаға шыққан, күйшімін деп домбыра ұстаған таланттардың бәрі Аққыз әжейдің жанынан табылды. Апа сыры кеткенмен сыны кетпеген адам еді. Сол дүниеден қайтқанша Аққұба өзі бәденді камзолын өрнектеген кимешегін киіп ап, солай халық өте қадірледі. Ол кісі әнші, күйші,
есебінде қадірледі, екінші жағынан елдің анасы есебінде ол кісі қадірлі болып кетті. Ағаже деуші. Аққыз апаны біздің ақтоғайлықтар ел адамы ағаже дейді, атын атамайды. Өте кербез адам еді. Өте ақылды адам еді. Бір сөзін екі қайталамайтын шешен адам болатын. Мектепке барған кезімде біздің жиналысымызға барады апам. Сонда айтады, қандай оқисыңдар? Жақсы оқысаң, 3 алсаң, қойншыма тығам, 4 пен 5 алсаң, қойныма тығам дейтін. Сол апама ылғи сондай қасиетті, сондай салмақты, сондай ақылды адам. Бала болсам да соны сезіп отырам. Ал енді апамның қадірлілігі сондай қадірлігісі болды. Сол Қаратал халқының бәрі ол кісіні аққыз демейді, ағаже, ағапа дейді. Бір үйде той болсын, біреуінің баласы армиядан келсін, тек апамсыз той өтпейтінді. Апам күй тартады, мен қасында кейде ән салам, сонымен 21 жыл өміріміздің қалай өткенін білмей қалдық. Өмірі өнеге, тіні өнерге берілген әжей өзінің соңына ізбасарларында ертті. Көпкелердің сақталып қалуына, өскелең ұрпақпен жалғасты болуына қол жалғады. Апа тек қана күйші, композитор емес, ол кісі ұстаз болған адам. Ол кісі Мағауияны тәрбиеледі. Әпикек деген Әбенованы тәрбиеледі. Шопыр, жақсылық деп атаймыз, Шопыр деген адам тәрбиеледі. Әшімбек деген, Сәнеке деген Ақтоғайда сол кісілердің апаның тәрбиесін көрген көптеген күйшілер бар. Қазір енді көбісі кетіп қалды. Біз 1978 жылы сол жақтан көшіп баратқан кезде бізді шығарып салып тұрып, Аққыз әже менің әкеме, шешеме осындай, мынау менің тартып жүрген домбырам, мен осы сіздердің осындай ерке балаларым Нұрланға осын сыйлағым келіп, менің көзімдей көріп жүрсін, осын есте қалсын деп сыйлаған болатын. Міне, содан бері қаншама жылдар өтті, міне 30-40 жылдай болып қалды. Сол домбыра үлкен бір жаңағы мұра ретінде сол біздің үйде тұр. Ал Аққыз әженің шығармашылығына, орындаушылық шеберлігіне күйші Жанғали Жүзбай білікті сарапшы деңгейінде кәсіби қорытынды жасады. Шертпе күйдің шежіресі деген атаумен шығарған кітабына Жанғали аға Аққыз әже күйлерін енгізді. Батыста Динаның есімі елге танылса, Тоқырауында Аққыз әженің есімі де ерекше асқақталды. Мына музыкалық құрылымдағы мына қыз баланың басына түскен трагизмін қалай суреттейді екі күйші. Сол туралы мен айтайын деп тұрмын. Мысалы, Аққызда деп мысалы қаршығалы кезім-ай деп мысалы өкініп, баяғы дәуренім-ай деп өкінетін болса, ондай өкініш мысалы Динада да бар. Динаның мысалы әлгі деген мысалы Қарақасқат деген күйлерінде осындай өкінетін жерлері, бұлардың жалпы табиғаты, домбырашылықтың табиғаты, композиторлық сезімнің табиғаты екеуінде де бірдей. Аққыз Ахметова шынын айтқанда, шын аты Мүгілсін делінеді енді. Аққыз апамыз шынын айтқанда, мынау шынын айтқанда Динамен қатарлас шыққан. Дина Нұрпейісова мысалы үшін Атыраудан оны Смағұл Көшекбаев алғаш алып келіп Ахмет Жұмановқа 1937 әкеліп соны тыңдатқанда, содан басталды оның шығармашылығы. Ал енді мына Аққыз апамыздың шығармашылығы сол көзде ел ортасында жүрген, бірақ зерттелмей жата берген, сонымен қалған. Сіздердің қолқасында отырғанда апама келіп тұрды ғой, Дина Нұрпейісовамыз, барасыз ба деп. Жоқ, екі баламды тастап бара алмаймын деді ғой. Біз сол жерде көп жүрдік, кететін бауырында сіздердің қолқасында. Әткен жоқсап қойды ғой. Әлбетте, Дина мен Аққыздың жастары әрқилы болғанымен, заманы бір болды. Ашаршылық, нәубет, саяси қуғын сүргін, сұм соғыс екі күйшіге де ортақ тақырыпқа айналды. Енді қоңыр деген күйі керемет енді. Анау Әбкенің де қоңыр деген күйін білеміз ғой. Сол сияқты Аққыздың қоңыр бар екен. Бұл Аққыз соғысқа аттанғанда ер азаматтар ауылда ешкім қалмаған. Жылаған бала, еңіреген ана деген сияқты.
қиыншылық жетіспейді, соған арнап өзінің қоңыр деген күйін шығарды. Ақ қыздан 19 деген күй қалатын болса, Динадан 16 жыл деген күй қалды. Ақ қыздың зар қоспасары қалатын болса, Динаның бұлбұлы қалды. Ол да аса қайғылы күйлердің бірі. Қара қасқан. Өмірі өнегемен өткен Аққыз әженің шығармашылығына әсіресе Қарағанды облысының тұрғындары ерекше құрметпен қарайды. Өзге өңірлерде өнертанушылар, әншілер, күйшілер болмаса, жалпы жұрт әжейдің атын да біле бермейді. Ал өнер шекараны білмейтін құбылыс. Демек, Аққыз әжейдің шығармашылығын насихаттау кемшін түсіп тұр. Аққыз әже мынау өзі күй өнері, ол қазақтың қасиетті домбырасы, төкпе би, шертпе би деп бөлек. Осы шертпе би мектебінің үлкен бір тұлғаларының бірі. Әрине, мен осындайда Нарманбеттің ақынның сол жерлесі Аққыз апамыздың бір өлеңі есіме түсіп отыр. Онда былай дейді: шіркін-ай, бұл өмірде арзан нарқым болса да қымбат таңқым, тірлікте қадірсіз Нарманбетке өлгенсің әттеген-ай, берсін халқым дейді. Міне осы сөз Аққызға да өте келіп тұрған сияқты. Біз ол кісінің бағасын әлі бере алғанымыз жоқ. Мен өз оркестрдің Тәттімбет атындағы оркестрдің дирижері болғаннан кейін осы апамыздың күйін зерттей бастадым. Оркестрге лайық деп, шыны керек, 90 жылдары 2000 жылға тақап келген кезде бұл кісінің Уәли Бекенов тәмді ғана жазған бір-екі күй болды. Одан басқа күй нота бетіне шыққан күй болған жоқ. Сонда мен сол кісінің жаңағы Уәли Бекеновтің редакциясымен дүниеге келтірген Қосбасар деген күйін қарап отырып, Мұң Қосбасар атадында оркестрге өңдеп түсірдім. Текті адамның болмысы да сөзі де бөлек болады. Өнері де өресімен ерекшеленеді. Осы тұрғыдан алғанда Ақшаңқан кимешегіне шаң жұқтырмаған, денесін тік ұстаумен өмірден өткен Аққыз әжейдің өзі кетсе де өнері өміршең. Папамды күйеу баласы болса да Жұмекі деп атайтын көрінеді. Жұмекі, мені кейін ұрпаққа қалай таныстырасың дегенде, папам өткен шақтарды бір сәт көзімен елестетіп, бай бар да тасымаған, жоқ болса жасымаған деп таныстырам депті. Рахмет балам деген екен. Музыка зерттеушілері, олардың шәкірттерінің айтуы бойынша апада 15 шақты күй бар екен. Бүгінгі оның 9-ы жетіп отыр, соның 7-8-іне нотасына түсірілді, орындаушылары бар. Сонымен тағы бір 4-ші Қосбасарын орындап берейін.